Жақсылар мен зұлымдар, бұлар комикс әлемінің бір ажырамас бөлігі. Яғни біз зұлымдардың емес, жақсылық жасайтын қайырымды қаһармандардың тарихымен есімдері таныс. Зұлымдардың да өз тарихымен есімі комикс әлемінде танылды. Өте үлкен мансаптарын іске асырған жасыл жарық немесе зұлым, корпус сары жарықтың негізін қалаған Синестро жайлы 5 факт. Сонымен бірге комикс тарих туралы да баяндаймыз. Синестро бұл есім екі мағынада айтылады. Бірі корпус Синестро, ал басқаша Синестро кейіпкердің аты. Синестро DC комикс кейіпкері. Алғаш рет Синестро 1971 жылы Жасыл жарық комиксінің екінші бөлімінде қосылды. Синестроның шын есімі Таль Синестро, ал кейіпкерді Джон Брум мен Гил Кейн ойлап тапты. Синестро сектор 1417 ғаламшарының тұрғыны болған. Синестро жақсылық жасап жүріп, зұлым кейпіне ауысатын кейіпкер. Яғни ол зұлым да, жақсы да бола алады. Ең алғашқы рет жасыл жарықтардың қатарынан көрінген Синестро Хелл Джорданның бұрынғы тәлімгері. Алғашқы бастаған тарихында Синестро жасыл жарықтардың әскерлерін басқарып, тапсырма берілген уақытта оларға бұйрық беріп, өз жоспарымен өзін көрсете білген. Өз алдында жеңістерге жетіп, біраз жатқаламдықтарға Сақина тағайындауға көмектесті. Сақинаның қуаты жасыл шамшырақта, және оны қолдану кезінде Сақинаны жоғарғы деңгейде әртүрлі алып күшті көрсете алады. Мого ғаламшарын барынша қорғады. Синестро корпус жасыл жарықтардың арасында беделді, сабырлы, шайқасу өнері. Сонымен бірге Сақинаны жақсы пайдаланды. Синестро жаңадан келгендерге тәлімгер ретінде тағайындады. Сонымен қоса, жасыл жарыққа келгенде Аббенсурмен дос болды. Бірақ Аббенсур Атроцитостың қолынан қаза болды. Ал басқа комиксе Синестро альтернативті уақыт кестесінде Flashpoint комиксында Аббенсур тірі, ал оның әпкесі Аренсур қаза болған. Сол кезде Аббенсур Атроцитосты іздеп жерге барады. Ал Синестроның өмірінде расымен Аббенсур қаза болған соң, Аббен өмірінің соңғы сәтінде Хеллға Сақинасын береді. Хелл қолын қайтармай, Мого ғаламшарына Сақинаны апарып бергісі келді. Ал Синестро Хеллді жақтырмады. Синестро досынан айырылған соң, жасыл жарық корпустан кетуді шешті. Жасыл жарықтардың арасындағы күш-қуатқа қанағаттанбай, корпус сары жарықты таңдады. Сары жарықтардың тарихы, оның өмірінен сары жарық орын алды. Сары жарықтардың мықтылығын күшейтіп, оның санын бірнеше Сақинамен көбейтемін деп ойлаған болатын. Бірақ бұл ойы қате болған жоқ, керісінше оның мақсаты орындалды. Изумрудтық сумерки комиксында Параллакс оған зұлымдықтың жақсылыққа қарағанда басым болу керек екенін айтты. Сары Сақина адамдардың қорқынышымен қозғалады. Сары жарыққа қол жеткізген соң, қорқыныш пен зұлымдық арқылы ғаламға жаңа тәртіп орнату қажет деп түсінеді. Синестро өзінің корпусын құру үшін корпус сары жарықтың көшбасшылары болып Параллакс, Мангул, Антимонитор, Хэншоу, Супербой Прайм болды. Синестро сары жарыққа 7200 жаратылысты өз командасына жасақтап, корпус сары жарықтардың соғыстарын ашты. Бұл уақытта Синестро корпус жасыл жарықтардың қолына түсіп, түрмеге жабылды. Синестроның орнына сары жарықты басқаруға Аркило келеді. Бұл соғыста олар корпус Атроцитос және корпус көк жарыққа қарсы шабуыл жасады. Соғыста Супербой Прайм Антимонитордың көзі жойылды. Ал шайқаса Мангул жеңеді. Мангул Синестроны босатып алады. Сары жарыққа қорқыныш күш-қуат қажет болды. Қорқыныш деп сипатталатын Пугаланы Синестро өзінің корпус сары жарықтардың қатарына қосып, оған Сақина жолдайды. Пугало Сақинаны тағып, қорқынышты одан әрі күшейтті. Бұл корпус сары жарықта әлсіздер емес, қорқынышын басқара алатын тіршілік иесіне сары Сақина тиесілі болып табылады. Ол өмірінде жасыл жарық және де өзі негізін салған корпус сары жарық
Сонымен қоса, корпус ақ жарықтардың қатарында болған. Синестроның мықтылығы 2009 жылы анықталды. Үздік арна агент нұсқасы бойынша ұлы зұлымдардың жүздеген тізімінде Синестро ең мықты зұлым ретінде 15-ші орынға ие болды. Ұлы зұлымдар комиксінің ең үздігі болып 2008 жылы Синестро болып саналды. Синестро анимациялық сериалда шыға бастады. Әділет әскері, шыншыл немесе батыл, жасыл жарық тағы да басқа сериалда шықты. Жасыл жарық алғашқы ұшу анимациялық фильмінде, содан кейін жасыл жарық изумрудтық сері атпен танылған анимацияда. Корпус жасыл жарық жақсы бейнеленді, сонымен бірге сапалы анимация атанды. Ал кинода Синестро тек бір рет болды. 2011 жылы Мартин Кемпбелл түсірген жасыл жарық фильмі DC комикстің ең алғашқы жасыл жарық туралы фильмі болатын. Синестроның рөлін британдық актер Марк Стронг сомдады. Одан басқа рөлдерде Хэл Джорданның рөлін Райан Рейнольдс, ал Кэрол Ферристің рөлін Блейк Лайвли сомдады. Актер Марк Стронг жасыл жарық фильмімен танымал болмаған. Шерлок Холмс, Кингсмен, Робин Гуд, Пипец секілді танымал фильмдерде ойнады. Бір қызығы Марк Стронг араға 7 жыл салып, 2019 жылы Шазам фильмінде доктор Сивананың рөлін сомдады. Жаңадан жасыл жарық фильмін 2020 жылы шығару керек. DC болашақта жасыл жарық секілді кейіпкерлерге жеке тұлға ретінде фильм түсіреді. Синестро өзінің қабілетін абақтыда қамалған кезінде байқады. Қорқыныш пен эмоцияларды түсінумен телепатиялық ойлау қабілетін аша бастады. Бұл қабілет ол жақсы пайдаланып ең мықты корпус жарықтардың алдына шықты. Ал Сақинаға келсек, ол кез келген қарумен қорғаныш қалқанын жасай алады. Корпус Синестроны тас-талқан етіп жіберетін жалғыз корпус қара жарықтар. Танымал комикс қараңғы түн бөлімдерінде оларды ешкім жеңе алмайтындай бөктіретін дәл осы корпус қара жарық болып саналады. Әділет әскерін түгел жансыз өлі денеге айналдырып, өзінің әскері ретінде басқарды. Тіпті қара қол бүкіл тіршілік иесін бір Сақинаға тәуелді ете алатындай қабілетке ие. Синестро не болмаса Пуголаның комикс бөлімдерінің қасында. Бұл комикс қорқынышты болып табылатыны анық. Сонымен видеомыз аяқталды. DC кейіпкері Синестроның қандай кейіпкер екенін және фильмде болғанын танып жатқан боларсыз. Комикс туралы бірнеше видео шығуы мүмкін. Ал видео ұнаса лайкты басып, арнаға тіркел.